Көптеген адамдар Ұлыбритания елін география, тарих және ағылшын тіліндегі оқулықтарда ұсынылған мәліметтер бойынша біледі. Шын мәнінде бұл ел туралы көпшілікке белгілі емес деректер өте көп. Сіздермен бірге Ақ тілек арнасы. Видео басталмастан бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып қолдау білдірулеріңізді сұраймын. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін маңызды. Ұлыбритания әлемдегі ең көне әрі дамыған корольдіктердің бірі. Әлемге маңызды тарихи оқиғаларда дәл осы Британия мемлекетінің жерінде орын алған. Мәселен, ең ірі спорт түрі футболда осы жерде пайда болған. Сіздерге Ұлыбритания жайлы қызықты мәліметтер ұсынамыз. Ұлыбритания Солтүстік Ирландия құрама патшалығының ең ірі және әкімшілік бөлігі. Шотландия мен Уэльспен қатар Ұлыбритания аралында орналасқан. Ұлыбританияның халқының 80% Англияда тұрады, халқы 63 миллион адам. Ұлыбритания патшайымының нақты күші жоқ. Британдық патша отбасының тарихы жүздеген жылдардан бері әлі жалғасып келеді. Бірақ бүгінгі күні монархтың рөлі бұрынғы мағынасын жоғалтты. Бүгінде патша отбасы тек делегацияларды қабылдап, керемет көрініп қана жүр. Дегенмен монархтың мүлдем пайдасы деп айтуға болмайды. Мысалы, қазіргі патшайым Елизавета екінші министрді тағайындауға және оларды қызметтен алып тастауға, төлқұжат беруге және тіпті соғыс жариялауға құқылы. Дегенмен, егер патшайым шынымен де Францияға шабуыл жасамақшы болса, қазіргі премьер-министр бұған жол бермейді, ал соңғы шешімді әрине премьер-министр қабылдайды. Тағы бір қызықты дерек. Ұлыбритания патшайымы кіре алмайтын жалғыз орын ол қауымдастық. Патшайым төлқұжатқа мұқтаж емес. Ресми түрде Ұлыбритания азаматының төлқұжаты патшайымның атынан шығарылып беріледі. Сондықтан патшайымға оның мүлде қажеті жоқ. Керек десеңіз, Елизавета екінші патшайымда төлқұжатта жоқ, ол оған мұқтаж емес. Елизавета екінші кез келген жерге дипломатиялық миссиямен барады. Сондықтан ол қалаған жеріне кедендік бақылаудан жүктерін тексертпей-ақ, паспортты бақылаудан өтпей-ақ бара алады. Жердің 6/1 бөлігі Ұлыбритания патшайымына тиесілі. Елизавета екінші патшайымның нақты күші болмағанына қарамастан, ол жердің 6/1 бөлігіне Британиядан басқа 30-дан астам басқа мемлекеттер мен аумақтар ресми түрде патшайымға тиесілі. Соның ішінде Австралия, Ямайка және үлкендігі бойынша әлемдегі екінші ел Канада. Ол осы елдерді ресми түрде ғана иеленгенімен оларды басқармайды. Құлдық туралы сөз болса, ойымызға бірінші кезекте ақш түседі. Неге екені белгісіз. Көпшілігі құлдыққа қатысты әңгіме қозғалғанда Ұлыбритания туралы жақ ашпайды. Алайда 19 ғасырда осы елде және барлық колонияларда құлдық жойылғанына қарамастан, Ұлыбританияда құл ұстау 2010 жылдың 6 сәуіріне дейін британдық заң бойынша қылмыс деп есептелмеген.